10-шы дәріс. Оқыту мен оқуда актіні пайдалану. Акті оқушыларға ғылыми ұғымдарды түсіндіруді және олардың қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік беріп, мұғалімдерге сабақ беруде көмектесетін маңызды құрал болып отыр. Сондықтан оқыту барысында осы технологияларды ойланып қолдануды қажет етеді. Акті дегеніміз не? Оқушыларға ғылыми ұғымдарды түсіндіруді және олардың қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік береді, мұғалімдерге сабақ беруде көмектесетін маңызды құрал болып табылады. Акті құралдары. Акті құралдарына компьютер немесе ноутбукты жатқыза аламыз. Оның ішінде CD-дискілер, презентация, электронды оқулық, актив-борд, актив-студия, теледидар, видео, музыка, сурет көру кестелер, интернет, ақпарат алу, өңдеу, сақтау, көрсету, пайдалану, ұтқыр қондырғылар, нетбук, планшет, наушник, фотоаппарат, видеокамера, ұялы телефондарды жатқызуға болады. Оқыту мен оқуда ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану. Білім салалары, пәндік білімдер, педагогикалық білімдер, білімнің педагогикалық аспектісі, технологиялық білімдер, білімнің технологиялық аспектісі, технологиялық, педагогикалық және мазмұндық білімде осы ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалануға болады. Ақпараттық коммуникациялық технологияның оқудағы 5 аспектісі: көрсетілім, модельдеу, бағалау мен талдау, ұсыну, қайталай ұсыну және қарым-қатынас, тестілеу. Оқыту мен оқудың 9 ұстанымы. Оқушының іскерлік пен белсенді қатысуына ықпал етеді, әлеуметтік және жеке үдеріске ықпал етеді, білімді арттырады, мазмұндық оқытуды жүзеге асырады, алдын ала тәжірибеге негізделеді, оқытуды қолдайды, кәсіби дайындық деңгейі жетілдіреді, оқыту үшін бағалау мен оқуды бағалауды қолданады, оқушыны бүкіл өміріне жеткілікті біліммен жабдықтайды. Оқыту мен оқуда ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану. Білім беру саласындағы көп қолданыста жүрген акті құралдары: интерактивті тақта, мультимедиа, интернет кеңістігі, электронды оқулық. Ақпараттық технологияны пайдаланудың педагогикалық мақсаты мынада: жеке басының дамуы, ойлану, эстетикалық тәрбие, экспериментальді зерттеу мүмкіндігін дамыту, ақпараттық мәдениетін қалыптастыру. Оқытуда компьютерде интербелсенді тақтаны қолдану. 1. Оқушыларға оқылатын құбылыстар мен объектілер туралы толық және дәл ақпарат бере отырып оқу сапасын арттырады. 2. Оқытудың көркемділігі артады, яғни оқушыларға қиын да күрделі материалдарды көрнекі түрде түсіндіруге қол жеткізеді. 3. Оқытудың тиімділігі жоғарылайды және оқыту материалын түсіндіру мүмкіндігін арттырады. 4. Оқушылардың ғылыми дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыра отырып, олардың білімге құштарлығын, табиғи сұранысын қанағаттандырады. Білімге апаратын 2 жол: сынилылықтың артуы және құзыреттіліктің артуы. Сынилылықтың артуына теориялық білім, сыни, құзырлы жатады. Құзыреттіліктің артуына сыни, тәжірибелік білім жатады. Педагогикалық білімдер білім берудің жалпы негіздерін, оқыту мақсаттары мен міндеттерін, оқыту мен оқыту үдерістері, тәжірибесі мен әдістері туралы терең білімділік. Технологиялық білімдер оқытудың қосалқы құралдары, бейне, желілік материалдар, бұқаралық ақпарат құралдары туралы білім. Назарларыңызға рахмет.